Сәлеметсіздер ме? Достар, Каспи Pay ашып алған соң, сіз уже Каспи магазинге қосыла аласыз. Бірақ ол үшін бірінші Каспи магазинге қосылуға заявка беріп көру керек. Олар сізге одобрение берсе, ары қарай тауар салып бастайсыз. Қазір Каспи магазинге қалай заявка беру керек екенін бірге үйренеміз. Құрметті курс қатысушылары, Каспи магазин ашу үшін, яғни заявка беру үшін, бұрын мына kaspi.kz сайтын қолданатынбыз. Осы сайтта начать продавать деген батырманы басып, магазинімізге ашуға заявка беретінбіз. Қазір кішкене өзгерістер енгізілді. Осы kaspi.kz сайтына кірсеңіздер, бизнесу деген вкладка бар, соның ішінде продавать в интернет-магазине на kaspi.kz дегенді басқанда алдарыңыздан осындай терезе шығады. Енді мұнда скачать Каспи Pay деп тұр. Яғни Каспи магазин ашу үшін сіздер жасау керек ең бірінші әрекет ол Каспи Pay приложениясын, қосымшасын өздеріңіздің телефондарыңызға жүктеп алуларыңыз қажет. Скачать Каспи Pay деген батырманы басамыз, сол кезде QR код шығады, оны телефоныңыз арқылы сканерлеп, өзіңіздің телефоныңызға Каспи Pay приложениясын жүктеп аласыз. Және де тағы да айта кететінім, біз мысалы ең басында ноутбук арқылы kaspi.kz деген сайт арқылы мысалы Каспи Pay'дің QR-ын скачать еттік. Бұл бірінші вариант нұсқасы. Және де міндетті түрде қазір ноутбуктың болу шарт емес. Ол үшін әдеттегі мысалы kaspi.kz приложениясы бар ғой, соған кіріп магазиніне кіреміз, және ең астына түсетін болсақ, мұнда начать продавать kaspi.kz екінші жолда жазылып тұр. Соны басамыз, сол кезде скачать Каспи Pay шығады. Осыны басып ақ, сразу телефоныңызға Каспи Pay қосымшасын жүктей аласыз. Арғартай тура видеода көрсетілген нәрселерді істейсіз. Мұнда мына телефонға біз арнайы жүктеп қойдық. Сіздер оны күтпес үшін жүктелуін. Міне, ашамыз Каспи Pay'ді. Төмен жағында көк батырма тұр. Подключиться или войти. Подключиться. Өйткені біз бірінші рет қосылайын деп тұрмыз. Қазір телефон енгіземіз. Продолжить батырмасын басамыз. Иін сұрап тұр. Иінді енгіземіз. Немесе бин. Бин ол сізде ИП болса, не ТО, соның бині. Категория. Өзіңіз қандай тауар сатқыңыз келеді, сол категорияны таңдайсыз. Мен мысал ретінде ең бірінші тұрған одежда, обувь дегенді таңдай салдым. Және название вашего бизнеса. Каспиде магазиніңіз қалай аталуы қажет, соны осы жерде жазып кетесіз. Өзіңіз қалаған атауды жазасыз. Мен өзге деп жаза салайын. Продолжить батырмасын бастым. Енді қазір код келеді. Келді код. Мы принимаем решение. Каспидің жауабын күтеміз. Міне, одобрение бізге банктен берілді, және арғартай келесі кезеңге көшеміз. Чтоб продолжить, подпишите дейді. Яғни барлық құжаттарды, документтерді подписать ету керек. Не подписать документы батырмасын бастым. Придумайте пароль. Кез келген пароль. Мысалы, үлкен әріптен, кіші әріптен және бір сандар қосайық. Қайталаймыз. Продолжить батырмасын басамыз. Код быстрого доступа. Используйте Face ID. Өзіңіздің Face ID-іңізді қолданасыз. Использовать Face ID батырмасын бастық, міне алдарыңызда подключиться Каспи Pay. Яғни, сіз Каспи Pay приложениясын жүктеп алдыңыз,
ИП-ңыз ашылған болатын, және Каспи Pay приложениясына қосылу үшін сіз мысалы алдында істелінген әрекеттерді істеп, енді Каспи Pay'ді счет аштыңыз. Счет ашылғаннан кейін, міне, сіз төлем қабылдай аласыз, начать принимать оплату, және начать продавать в Каспи магазине. Енді Каспи магазин начать продавать деп басасыз, мұнда преимуществолар жазылып тұр, соның барлығын жеке-жеке ашып, әрқайсысын қарап, толығымен оқып алсаңыз болады, және ол қажет. Ең соңында начать продавать в магазине. Осы батырманы бастық, және ваша заявка находится в обработке. В течение дня мы отправим сообщение с решением в Каспи Pay. Мысалы, осы жерге дейін ешбір қиындықсыз, кедергісіз өттік, және сізге бір күн ішінде сообщение келеді. Оның ашылғандығы жайлы, егер ашылса, онда сізге логин мен пароль жіберіледі. Сол арқылы Каспи магазинге кіріп, арғартай тауарыңызды жүктеп, настройкаларын реттей аласыз. Егер, мысалы, подключение к магазину пока недоступно деп тұрса, мысалы, бір күн ішінде сообщение келгенде, олар келісім бермесе, попробуйте повторно подключиться через 7-10 дней. Ол жиі кездесетін жағдай, яғни сіз осы бір апта 10 күн аралығында қайтадан осы әрекеттерді қайталап, соңында Каспи магазинде магазиніңіз ашылады. Әрқашан бірінші реттен ашыла қоя бермейді. Әсіресе, егер сіздің ИП-ңіз арқылы ешқандай товарлар сатылмаса, осы күнге дейін не болмаса, ешқандай қызмет түрі көрсетілмесе, яғни ешқандай операция ақша жағынан болмаса, жаңадан ғана ашылған ИП болса, онда міндетті түрде бірінші реттен ашыла бермеуі мүмкін. Сондықтан ондай кезде еш уайымдаудың қажет жоқ. Қалай Каспи жазды, сол күннен кейін қайтадан екінші попытканы жасап көресіз. Осылай Каспи магазинге тіркеле аласыз. Ең бастысы керегі телефоныңыз, интернет, Каспи Pay приложениясын жүктеп, арғартай қажет нәрселерді істейсіз.